бірдеңе аламыз ба? Так, жанармай құю бекетіне келдік. Көрермендеріме? YouTube арнадан. Великий мол заправкадан сәлем. Қазір тас жолға апаратын жол. Ауыл арасынан. Тас жолдың аты Харгос пе еді? Харгос қой, ары қарай баратын ол, Алматы Харгос тас жолы. Соған қарай түсетін боламыз. Алматыдан ыстық суға жетудің екі жолы бар. Ол біріншісі ауыл аралары арқылы, яғни жолдан сіз деген каньонды көретін боласыздар. Бұл жерде шақырым 246 километрді құрайды. Екіншісі бұл біз таңдаған жол, яғни Алматы Харгос тас жолы. Бұл жерде шақырымымыз 293 километр болды және жолға шамамен тоқтауларды қоса есептегенде 4 сағат уақыт кетеді. Өндіре ме екен, әшей айналып тұр ме екен? Өндіреді жоқ? Өндірген қайда кетіп отыр екен дейсің ғой. Негізі білмеймін, бірақ невыгодно дегенді естігенмін, білмеймін, бірақ. Менің мемлекеттің ақшасына қозғалған жоқ. Часто ешкім қоймайды ғой. Илон Маск істемесе дейсің ғой, деп қағай. Жолдың бойында аялдамадамыз. Бұл Испол деген жігіт бұл. Шиелден бар ма? Шиелден болса астына комментарийге лайк қалдырып кетіңіздер. Шиелі forever. Шиелі, Ақтау. Тереңөзек. Комментарий қалдырып кетіңдер астына. Қай қаладансыңдар? Чөт кекене. Тағы да Байсейіт деген ауыл бар. Сол аралықпен өтуге де бар, бірақ осы жолмен жүреміз деп шештік. Былай бір жарты сағаттай ұзағырақ тұрады жол деген. Арасында бір 30-40 километрдей жаман жол бар, төте жол бар, көмір өтетін боламыз. Қалай айтсаңдар солай келіп жеттік Чунжаға. Ұйғыр ауданының орталығы Чонжа. Мына біздің бүгінгі аман-есен жеткізіп келе жатқан шөпір бала. Сәлем. Халықтың бір 57% десек қателеспейтін шығармыз. Где-то 60% не ғой, ұйғырлар. Қазақтарда, басқа ұлттарда барлығы ұйғырша біледі. Нағыз лағман жейтін жер. Жергілікті архитектура
Шерин Ашимова. Аттары, олардың аттарының Шерин, Эскулап, Раушан Гүл. Раушан біздің қазақ есім ғой. Міне депті. Еш сағат 4 сағатты. Шамамен 4 сағат жол артта қалдырып жеттік. Аса қазір ішке кіріп көрсететін боламыз. Қалай жол? Шаршамадыңыздар ма? 40 километр дейм, онша емес. Қолың шықсын десе. Ассалаумағалейкум. Olsun. Орталық бассейні. Бұл жерде жабық бассейн бар. Пальмасына өсіп тұр. Бұл енді біздің құрдас балдардың отбасылық ашып атқан жері болғаннан кейін, мына жағы әлі бітпеген толығымен. Қазір ошақты көретін боламыз. Ошаққа келгенбіз, сол нөмірлерімізді көрейік. Үш бала қандай нөмірде болады? Как раз үш бала ма? Да, давайте. Не снимай. Не снимай. Біреуді спальнені түсірмейді ғой, я-мая. Біреуді спальнені. Нөмірлерді көрсетіп жіберейін не? Аяқ киім шешіп қазір. Бұл енді топ адам болып келетін болсаңдар осылай. Бөлмеде бәрі бар, таза, жаңадан ашылған. Жары қайда бұл? Тап-таза ішті деген жаңадан. Телевизор, холодильник, кондиционер. Еден деген теплый пол енді, жылы еден. Орамал, халат барлығы беріледі. Жаңағы нөмірден өзгеше кіре берісі бұндай. Бұл жерде екі адамдықтан, ә? Алып кетіледі негізі ше. Мына жақта бос. Ана қосымша қойған ба өздері? Негізі бір нөмірге арналған, ә? Бір нөмір өз екі адамға арналған. Тап-таза жақсы екен, ә? Су керемет, орталық
бассейндегі, яғни орталық хауыздағы судың температурасы шамамен 35-40 градустың шамасында. Қазір мен көрсең, бассейнді үлкен, өте кең, жақсы. Так, жабық бассейнге барып көрейік. Ана жерде жабық бассейн бар. Бірақ бұл жер өте ыстық. Жабық болып тұр және бұның температурасы жоғарылау. Іші хамам сияқты, хамам болып жатыр іші. Мен бұл жаққа түскен жоқ майлы, бірақ бұл жердің суы ыстық. Буланып кетіп жатыр. Видео басын айттық қой, мына жақтар әлі толығымен біткен жоқ. Жалпы болашақта тағы да енді бір жылдың көлемінде кеңейтеміз деп жатыр. Мінекей мына жерге тағы да 2 бассейн түседі. Мына жерде орталық балалар алаңы болады. Оның барлығы сол қонақтарға арналған бөлмелер. Бастады мен Айдана. Қазір татыман, жақындатайын. Өз ойыңды айтып жүр, демалысы қалай болды? Бұл демалыс орны Чонжада орналасқан Атамекен деген демалыс орны өте керемет. Маған осы жердің демалушысы ретінде ұнады. Көңіліңнен шықты ма? Иә, біз стандарт номерде жаттық, бірақ стандарт номердің өзі үлкен, 2 адамдық диваннан, даже 2 диван бар. Суда келіп сіздер 4 адам болып жата аласыздар. Адам басына қаншадан шықты? Адам баласына 10.000 теңгеден. 10.000 теңге. Еще завтрак бар. Және скидка жасап берді, иә? Иә, көп адам болсаңыздар, сіздерге скидка хозяиндары жасап береді. 2 бассейні бар, біреуі закрытый, біреуі открытый. Бассейн дегенде бұл жерде ыстық ғой, ыстық су. Закрытыйдың іші кәдімгі ыстық, ал кішкене далада несіне десеңде, даладағы үлкен бассейн тап-таза құйылып жатады, келе жағынан кетіп жатады. Сол жері маған ұнады, что без хлор. Енді кешеден бері суға түсіп жатсың ғой. Қалай енді бір өзгеріс бар ма теріңде? Иә, менде мысалға басымды жуғанда, үйде жуған кезде ана шашым деген жүн дейді ғой, қазақтарда жүн ұқсап тұратын. А қазір керемет, мына жерде жұмсақ, прям білмедім оның. Жасап қойған сияқтысың ба? Сол мен судан ғана көрдім, енді судың құдіреттілігі сияқты. Табиғи все-таки табиғи. Демалып келуге рахат, таза ауа, ыстық су, тамақтарыңызды өздеріңізбен алып келесіздер. Ішетін асханасы бар, отырып, мангалдары бәрін дайындай аласыздар. Қазан ошақ барлығы бар. Тап-таза биыл ашылған жер. Өте керемет. Бір күн, даже 1,5 күндей демалдық. Өте қуаныштымын достарыммен, кеңес береміз, күйеуіммен. Күшті демалыс болды. Рахмет.